Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Басымдағы бардак шаршатты көпшіліктің таңдауы. Давайте об этом поговорим. Сенің басыңда нақтылық болмаса, яғни басыңда бардак болатын болса, онда сенің өміріңде бардак. Сенің басыңдағы бар нәрсе сенің қолыңда бар. Яғни сенің ішкі ойларың, сенің сыртқы өміріңнің, то есть сенің сыртқы өміріңдегі бардак, ол ішкі ойыңдағы бардак. Екеуі бір-бірімен бұлай байланысты. Бірақ сіз ойлайтын шығарсыз, бірінші надо сырттағы проблемалармен жұмыс істеу керек деп. Нет, бірінші басыңды ретке келтіресің. Өйткені әлемде әрбір нәрсе екі рет туады дейді. Бірінші сенің басыңда, сосын ол мынау шынайы өмірде, яғни реальностьта деп айтылады. Но мы так не делаем, мы не хотим об этом думать, ол туралы ойлағымыз келмейді. Бәрін біздің ойымызша жоқ, сырттағымен, мен ренжіткен адамдармен, мен түсінбейтін адамдармен мен алысуым керек деп ойлаймыз да. На самом деле это не так. Бірінші, әрине сен өзіңе деген өкпереніш, өзіңе деген өзіңнің басыңдағы бардактарды реттемейінше сенің сыртқы өмірің никогда реттелмейді екен. Сондықтан да бүгінгі тақырып басымдағы бардак шаршатты. Бардак неден болады? Өткенде сол сабақтан алған, сол сабақта болған слайдтан мынау көрініс. Ойлаудың күші мықты болғандықтан адамның ойында нақтылық болған дұрыс дейді. Мысалы, сіздердің менің дайректіме келетін сұрақтарыңыз осындай. Жігітімнің мінезі нашар, бірақ мен оған тұрмысқа шыққым келеді. Ақшалы болғанды қалаймын, бірақ көп ақша адал жолмен келмейді деген. Немесе ата-анам мазасыз, бірақ бөлек шыға алмаймын. Яғни қарап отырсаң, сенің бір ғана басыңда екі түрлі біріне кері келетін ойлар өмір сүреді. Поэтому тебе сложно. Сен миың түсінбейді, кімді тыңдайын? Сенің басыңдағы мына ойды тыңдайын ба? Жоқ, мына ойды тыңдайын ба? Бай болуды қалайын ба? Жоқ, байлықтан қорқып отырайын ба? Немесе мынау жігіт маған точно ұнайды ма? Или ұнамайды ма? Может, мен просто оған әйтеуір жұрттан қалмау үшін күйге тигім келетін шығар. На самом деле он мне не нравится. Осы жайлы біздер баста осындай нақтылық болмағандықтан что происходит? Бардак происходит, да? Давайте поговорим. Бардак не себепті басымызда туындайды? Бардактың баста туындаудың мен білетін екі себеп бар. Ол екі себеп әрине бір-бірімен байланысты. Егер осы себептерді жою арқылы, устранить ету арқылы өзіңнің ойыңды өзгертсең, әрине басыңда прямо уборкадан кейінгі әр зат өзінің полкасында тұрған сияқты осындай порядок, осындай порядок, все на местах, сондай тазалық болады екен, яғни ойдың бір определенный тазалығы болады екен. Давайте бастағы бардактың себептері туралы сөйлесейік. Конечно, я к этому эфиру тоже подготовилась. Бардактың себептері екеу, менің ойымша. Да? Я по вашим письмам наблюдаю, мен сіздермен жұмыс істеуде менде опыт өте көп, 2 жылдық опыт бар, талай қыздармен, жігіттермен сөйлесем, өзімнің окружениеммен сөйлесем. Бардак практически у всех. Егер менің ғана басымда бардак бар деп өзіңді солай кінәлайтын болсаң, онда кінәлама, қорқпа, сен сияқты адамдар өте көп. И у всех вроде бы басында точно нақтылық бар деген адамның өзінде, немесе шынымен бірдеңе істеп жүрген, бір өзінің мақсаттарына жетіп жүрген адамның басында бардак жоқ шығар деп ойласам, олай емес. Иногда адамдар алдына қойған мақсатын не үшін қойғанын білмейді, не істеп жүргенін өзі білмейді, әйтеуір құр шабыс, Сондықтан да бұл жерде ол жерде уже осознанность қоспайды, эмоциональ не үшін керек менің мақсатым, қалай дұрыс қою керек деген нәрсені тоже ойланбайды. Поэтому опять-таки все равно в голове бардак. Иногда адамдар өзіне мақсатты не үшін қояды және көз жұмып неге мақсатына қарай жүгіреді. Потому что басындағы бардакпен алысуға шамасы келмейді екен. Бірінші проблема. Көптеген бұл именно жігіттерге де қыздарға да байланысты. Бұл мәселе кез келген сферада кездеседі, өмір сүруден қорқу. Өмір сүру дегеніміз не жалпы?
біздер деген адамдар деген тұлға болып мына дүниеге келгеннен кейін определенный өзімізге жараса білімімізді алғаннан кейін ересек болғаннан кейін бір определенный өмір сүруіміз керек, іс-әрекет жасауымыз керек. Бірақ сол нәрсені жасауда көп адамдарда қорқыныш бар. Қорқыныш болғанда да енді жалпы өмір сүруден қорқу неден? Ол қателік жасаудан қорқудан шығады. Неге біз өмір сүруге қорқамыз? Өйткені біз жалпы қателік жасауға қорқамыз. Бірандай бір хрустальный сияқты да, анау ештеңе істегілерің келмейді, түк істемеу. Менде недавно сол туралы пост болды, түк істегің келмейді, бірақ барлық нәрсенің болғанын қалайсың. Үйде отырып алып барлық блогерлардың эфирлерін қарайсың, барлық жаңағыдай ақыл айтушы, совет беруші адамдарды тыңдайсың. Сенің қасыңда сондай ақыл айтушы, совет беруші адамдар да көп. Бәрін тыңдайсың, бірақ дым істемейсің. Неге? Неге? Өйткені қателік жасау, вообще адамдарда, бізде көпшілік адамдарда именно қателік жасауды үйренбегенбіз. Қызық, негізі адамдар қателік жасауды да үйрену керек. Өйткені қателік жасау ол определенный онсыз еш нәрсе болмайды. Сенің әрбір іс-әрекетің, адам өмірінде іс-әрекет жасаған кезде міндетті түрде қателеседі. Бірінші рет іс-әрекет жасаған кезде міндетті түрде қателеседі. Элементарно, мысалы сен велосипед айдап үйренген кезде сен бірден айдап кетпейсің ғой. Арасында құлайсың, айдай алмайсың, кішкене біраз құлап барып үйренесің. Тура сол сияқты әрбір іс-әрекет адамның тамақ жеуінен бастап жұмыс істеп үйренуі, отбасылық өмірге үйренуі, әйел болып үйрену, ердамға күйеу болып үйрену, ата, ана болып үйренуде барлығы қателік жасайды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Но проблема в чем? Сіздер деген қателік жасаудан қорқасыздар, әркімнің ақылын тыңдайсыздар, 1000 миллион рет ойланып, одним словом, қателеспей нәтиже шығарғыларың келеді да. Вот қателеспей. Ол үшін біз не істейміз? Біреудің қателігінен тәжірибе алғымыз келеді да. Учись на чужих ошибках деп айтады, көп естігенсіздер ме сондай? Надо учиться на чужих ошибках. Осы мәселе, надо учиться на чужих ошибках деген мәселе адамдардың көбісін жолдан тайдырады. В каком плане? Мысалы, сенің екі подругаң бар. Біреу тұрмысқа шықты, біреу тұрмысқа шықпады. Тұрмысқа шыққан, или там 5-6 подружкаң бар да, 5-6 подружкаңның мінезі, ойлары әртүрлі. Күйеуге тиген айтады да, күйеуге тиген күшті, күйеуім бәрін істейді, қандай рахат, маған көмектеседі дейді да. Екіншісі айтады да, вообще, егерде мен сенің орныңда болсам, никогда байға тимейтінім, құрсын одан да бойдақ жүргенім артық еді дейді. Біреулер айтады, тағы біреу айтады да, ой, зачем күйеуге тиіп? И так бойдақ болып жүрген жақсы. Зачем? Қазіргі заманда күйеуге тиюдің қажеті жоқ. Үшіншісі солай айтады, Одан үлкен кісілер айтады да, обязательно ти байға. Мына өмірде байға тимесең, құрсын сен адам болмайсың. Байға тимеген қыз деген, ол ешкімнің үйіне сыймайды. Ертең сен ешкімге керек емес болып қаласың деген сияқты да. Яғни өміріңде қанша адам болса, сен соның бәрінің мнениесін, солардың бәрінің өмірінің тәжірибесін тыңдайсың да, басың сол информацияға тола да, сөйтесің де өзің не істеріңді білмейсің. И вот такое торможение. Күйеуге тиейін десең, мынау мынаяқтан бірдеңе дейді, мынау тағы да бірдеңе дейді, тимейін десең, тағы бірдеңе дейді. То есть, что происходит? Сенің басыңда слишком көп бір-біріне қарсы келетін, бір-бірімен сыйыспайтын ақпараттар көп. Әркімнің мнениесі мен әркімнің тәжірибесі сенің басыңда көп. Сөйтесің да қорқады, мозг боится. Өйткені өзің ойлашы, мынау айтып тұр да, күйеуге тиме, не қыласың тиіп, құда құрсын, бала туып, ыдыс аяқ жуып шықпай қойсын сосын қойғанда. Сенің орында болса, мен вообще бойдақ болып жүре беретін едім. Өстіп вечерге барып жүргеніне қуанбайсың ба? Қыздармен кездесіп қалаған кезде кетесің, қалған кезде ұйықтайсың. Біз ғой қиын өміріміз деп айтып жатыр да бір подругам. Тағы біреу ойбай ти дейді, біреу ойбай тиме дейді. Сонымен басыңда сондай ой көп та, и из-за этого ты тормозишь. То же самое отбасыдағы қыздар.
подружкалармен кездесіп жатты, біреу айтады, менің енеммен отношениям күшті, енең болған қандай рахат. Біреу айтады, жылап отырады, ойбай, енем қанымды ішті деп. Тағы бірдеңе. Отырсың да, и у тебя в голове слишком много такой информации. И қорқыныш. Қайда барсаң да, әйтеуір қорқыныш. Что к этому приводит? Сен не істеріңді білмейсің. В голове бардак. Как будто сен сол қыздардың бәрін әңгімесін тыңдап алып, солардың бәрін өмірін сүріп қойған адам сияқты қорқып отырасың да. Как будто сен солардың өмірін сүрген сияқтысың. Солардың тәжірибесін сен өзіңе алғың келеді да. Потому что ты же хочешь учиться на ошибках, а сама не хочешь ошибаться. Проблема сода ғой. Біреудің ошибкасын өзіңе алып алып, өзің қателескің келмейді, ой-ой-ой, больно, өзіңнің сенің өмірің как будто сен өзің хрустальный сияқтысың да, сәл мына жаққа қарасаң сынып кетеді, мына жаққа барсаң сынып кететін сияқты да. Вот себя жалеешь. Мына өмірде өмір сүру дегеніміз ол тәжірибе алу. Ол тәжірибе алу. Сен тұрмысқа шықпасаң, сен никогда біле алмайсың тұрмысқа шығу жақсы жаман екенін. Сен ажыраспасаң, сен ажырасудың жақсы жаман екенін білмейсің. Бала тумасаң, сен балалы болудың, бала тәрбиенің қандай болу керек екенін білмейсің. Адамда өзінің опыты, өзінің мнениесі болмағанша, басқа ақпараттарды өзіңнің үстіңе жабыстырып алып, сондай екен деп басыңды мусорға толтырып отырғаннан пайда жоқ. Понимаете? Надо всегда свою жизнь жить и действовать по своим правилам. Да? Өзіңнің, вот саған не дұрыс деп ойлайсың, соны жасау керек. Маған келетін сұрақтар, кеше стористе де көріп жатсыздар. Ерте тұрмыс құрған дұрыс па? Жасым 27-те тұрмысқа шықпағаным дұрыс па? Күйеуіме бүйтіп айтқан дұрыс па? Мынау дұрыс емес па? Своего мнения нету. Айтып көрсеңдерші, опыт жасап. Күйеуіңе бүйтіп айтып көр. Күйеуім маған ақшаны аз береді. Маған ол жетпейді. Мамамнан ақша сұрауға шарша кеттім. Уже ұялам. Күйеуімнен сұраған дұрыс па? Сұрап көрсей, таяқ жесең, таяқ жерсің, көрерсің енді. Ұрып тастамайтын шығар, ешкім ұрмайды ғой ақша сұрағаның үшін. Тем более сен полностью күйеуіңнің мойнында отырған болсаң. Да? Надо же просить. Проблема в чем? Вот этот страх жить. Өмір сүруден қорқу. Өмір дегеніміз сол ғой. Бірінші рет әйтеуір бірдеңені көресің. Бірінші рет әйтеуір алғашқы қадамды жасайсың, құлайсың, жасайсың. Әркімнің бұл өмірде әркімнің тағдыры әртүрлі. Бір адамның тағдыры бір-біріне ұқсамайды. Бір адам отбасында бақытты болса, бір адам бақытты болмауы мүмкін. Ешкім ешқашан саған точно жақсы болады деген нәтиже айтпайды. Неге сендер елдің бәрінен ақыл сұрайсыңдар? Неге? Сосын сол ақылды миларыңа жинап алып, мусорға бардак болып жүресіңдер. Неге ақыл сұрайсыңдар? Өйткені сендер именно сүрінбейтін жол тапқыларың келеді да. Вот лишь бы құламаудың жолы. До того қорқасыңдар да, қателіктен қорқасыңдар. До того жаңағы сүрінуден қорқасың. Сүрінуде тұрған ештеңе жоқ. Сен қателікті дұрыс қабылдап, қателікпен дұрыс жұмыс істей білсең, сен тәжірибелі болсың, сен өсесің. Қателіктер өсу үшін беріледі, проблемалар өсу үшін беріледі. Егер сен сол проблемаға, қателікке дұрыс көзқараспен қарап үйренбесең, онда сен өмірді былай аяқ қолың байлаулы күйі өмір сүресің да, басыңда бардақ, аяқ қолың байлаулы. Сен ешқашан өзің әрекет жасамайсың. Просто как сидела дома, так и будешь сидеть. Өміріңде ештеңені көрмейсің де, сол отырған күйі отырасың. Бұл жерде даму жоқ. Өмір сүруден қорқу деген осы. Яғни тәжірибе алудан қорқу. Өзің шешім шығарып, өзіңнің миыңмен, басыңмен шешім шығарып, не пытаться біреудің қателіктерінен, біреудің қателігін өзіңнің или біреудің тәжірибесін өзіңе жабыстырып алып, өзінше ақпарат қып ұстағанның өзінде сен басыңда вот сондай бардак болады. Мысалға, допустим, бұл сенікі мынандай сияқты да, ешқандай іс-әрекет жасаған келмейді, бірақ біреудің тәжірибесін өзіңе алғың келеді да, сондай екен деп сен соған сенесің. Әркімнің өміріндегі тәжірибе ол өзінің вот это как называется? Не то, что тәжірибе, это его правда. Его правда, оның шындығы сондай. Сенің тұрмысқа шығып бақытты болған подругаңның шындығы сол. Тұрмысқа шығып бақытты болмаған подругаңның өзінің шындығы. Ол, значит, елдің бәрі сондай екен деген нәрсе емес. Қалап отырсаң, тұрмысқа шыққандардың бәрі бақытсыз, или тұрмысқа шыққандардың бәрі бақытты емес.
әркімнің өзінше тағдыры бар да. Но проблема в чем? Сенде осындай өзің іс-әрекет жасаған келмей, біреулердің сол тәжірибесін басыңа жинап алғаннан кейін ты сидишь, боишься жить. Просто былайша айтқанда тупо сидишь, боишься жить. Допустим, сен әлі өзің велосипедке мініп көрген жоқсың, и бір подругаң мінді да құлады, үйренді әйтеуір, сөйтіп саған келіп айтады да, басында қиын болды, 3 рет құладым дейді. Екінші подругаң үйренеді да, ол 1-ақ рет құлайды да, мысалы. Былай енді қатты қиын болған жоқ, мен 1-ақ рет құладым дейді да. Сен әлі айдаған жоқсың велосипедті. Айдаған жоқсың да сен ше. Бірақ сен уже басыңда 2 информация бар. Так, мен егер велосипед айдасам, 3 рет құлаймын, немесе 1 рет құлаймын. Болды, сен өзің мнениең жоқ та, сен басқа біреудің мнениесін өзіңе жабыстырып алдың. Вот она. Лишняя информация и өмір сүруден қорқу қайдан келетін осыдан. Да? Екінші себеп көп ойланып әрекет істеме. Бұл мына бірінші өмір сүруден қорқудың салдары. Ойланып, в итоге сен ешқандай әрекетке келмейсің. И что происходит? Ты сидишь также на своем месте. Қыздар маған сұрақ қояды. Өзімнің мамандығым оқып бітірдім, енді мен жұмыс істегім келмейді. Мысалы, сен мұғалімдікті бітірдің да? Мұғалімдікті бітірдім, мен өз мамандығыммен жұмыс істегім келмейді. Сен әлі жұмыс істеп көрген жоқсың ғой мұғалім болып, даже не попробовала. Бірақ сен елдердің әңгімесін естіп алдың да, мұғалімдердің өмір емес, олар план жазады, олардың жаңағыдай тәрбиесіз есерсоқ балалармен жұмыс істейді, өздерінің нервтен нерв қалмайды, мұғалімдердің сондай нәрсені естіп алдың да, бірақ өзің әлі істеп көрген жоқсың. Вот это вот, көп ойланып, біреудің ойынан, біреудің ақпаратынан қорқып, әрекет істемейсің. Проблема в этом, мозг тормозится. Слишком көп біреудің тәжірибесінен осындай практика алам, біреудің тәжірибесін қателеспей жол жүргім келу деген мәселе осыдан пайда болады екен. Кез келген нәрседе, бала тәрбиесінде, жұмысқа тұруда, отбасылық өмірде, ата енемен қарым-қатынаста, әке-шешемен қарым-қатынаста, любой сферада проблема осыда. Бәріміз слишком ақылдымызда, ал әрекетке бармаймыз. Вот это проблема. Поэтому әрекет етумен бірге, ойланумен бірге, әрекет ету бірге жүру керек. Ол бір қайықтың 2 ескегі сияқты. Сонда ертегі бар. По-моему, мен жаздым оны, или жазбадым ба. Бір қайықшының қайықта 2 ескек болмай ма? Бір ескегіне ойлан, екінші ескегіне жаса деп жазып қойған екен. Соны сұрайды, неге сен олай жаздың деп, жаңағы қайықшыдан. Сонда ол көрсетеді да, ана ойлан деген ескекті айналдырса, қайық не істейді? Бір ғана ескекті айналдырсаң, бір орында айналады, иә? Бір орында айнала береді. Екінші, тек қана жаса деген ескекті айналдырсаң, қайықта да бір орында айналады, ол жылжымайды. Ал егер екеуімен бірдей жұмыс істесең, онда қайық орнынан жылжиды. Біздер в основном қазір жасап жатыр деген адамды көрген жоқпын. В основном барлығы тек қана ойланып орында отыра береді. Орында отырған орында тұрып қалған суда саси бастайды ғой, тура сол сияқты. Орында отыра бергеннен, әркімнің істеген іс-әрекетінен өзіңше тұжырымдап, бірақ іс-әрекет жасамағаннан пайда жоқ. Сен бұл өмірде өзіңнің тәжірибеңді алмайсың. Опыта жизни не будет. Так и жизнь впустую проживешь вот так. Поэтому бастағы бардак содан, қыздар. Не істерімді білмеймін деген нәрседе, өйткені қорқып отыра бересіңдер. Әртүрлі сондай әңгімелерді естіп алып, вот просто құлағың келмейді. Не істеуге болады? Осындай қараңғы өмірде, осындай бардак өмірде, осындай жағдайдан шығу үшін саған көмектесетін, осындай қараңғылықтан, бардактан шығу үшін саған көмектесетін нәрсе 4 әдемі сұрақ бар. Осы 4 сұраққа сен шын жауап беріп, іс-әрекет етсең, адаспайсың. И басында бардак болмайды. Не қалаймын, не маған ұнайды.
одна из проблем сен сөйтіп көп ойланып отыра берген кезде, әркімнің өмірін саралап, әркімнің өмірін анализ жасап, қай жерде кімдікі дұрыс емес деп ойланып отырған кезде, сен өзіңнің өміріңді сүрмейсің. Соответственно, өзің туралы, өзіңнің не қалайтыныңды, саған не ұнайтынын, ненің ұнамайтынын, нені қаламайтыныңды сен біле алмайсың. Өйткені басың басқаларды аңдумен занят, басқаның өмірімен, қателеспеуді, соны ойлаумен занят. Все. Нені қалаймын, маған не ұнайды деген сұраққа көбісі жауап бере алмайды. Это правда. Это вот реально правда. Маған дайректке жазбасындар ғой, көп қыздар жазады. Арасын жазғандардың, это, где мне понятно, мен сұрақ қойған, егер дұрыс сапалы түрде сұрақ қойса, мен всегда жауап беремін. Мне не жалко. В дайректе я всем отвечаю. Сол кезде проблемасын жазып кетеді, жазып атады, не істеймін, не істеймін, не істегің келеді? Нені қалайсың? Неге сен менен сұрайсың не істеймін деп? Өзің нені қалайсың десең, ответ жоқ. Ответ жоқ. Элементарно, нені қалайсың? Саған не ұнайды? Нені қаламаймын? Және не ұнамайды? Такой трезвый анализ. Өйткені сенің бүкіл өміріңдегі, сенің өміріңнің центрі ол сен. Түсінесің ба? Сенің өміріңнің центрі ол сен. Ол бала, ол күйеу, ол ауа райы, ол мемлекет, ол үйдің жоқтығы, басқа емес. Вообще, ешбір проблема сенің өміріңнің центрі емес. Сенің өміріңнің центрі ол сен. Өміріңдегі компас ол сенсің. Егер сен өзіңнің не қалайтыныңды және саған не ұнайтынын четко білмесең, онда сен компас ретінде сен істемейтін компассың. Ты просто не работающий компас, сломанный компас, понимаешь? Мына сұрақты прям заскриньте себе. Мына сұрақтарды, 4 сұрақты. Прям скрин жасап, өздеріңізге алып алыңыздар. И всегда отвечайте на этот вопрос. Күнде ойлан, не қалаймын мен? Маған не ұнайды? Отбасылық өмірде қандай болған қалаймын? Отбасылық өмірде маған не ұнайды? Отбасылық өмірде маған не ұнамайды? Нені жөндер едің? Әр өміріңдік сферасында, вот просто задай себе вопрос. Анализ ғой, жай ғана анализ. Саған біреу келіп көмектеспейді өміріңе. Сен үшін, сенің досың, даже если ақша төлеп личный консультацияға психологқа барсаң да, психолог сенің өміріңді сүрмейді. Сенің өміріңді сен тек қана өзің сүрасың, бол, басқа ешкім сүралмайды. И все, поэтому центром твоей жизни являешься ты. Өз өміріңнің режиссері сенсің. Сен білесің, сенің сахнаңда, сенің театрыңда қандай актерлар роль ойнау керек екенін сен ғана білесің. Егер мен бұл өмірде еш нәрсеге влиять етпеймін, все в моей жизни бардак, ла-ла-ла, осындай әңгіме. Маған жігітім ұнайды да, бірақ ол темекі шегеді, не істеймін? Ты определяйся. Саған темекі шеккен адам ұнамаса, значит, ол жігіт саған ұнамайды деген сөз. Понимаешь? Темекі шегетін адам саған жалпы ұнамаса, темектен сенің жүрегің айнитын болса, ол, значит, ол адам саған ұнамайды. Сен просто өзіңді алдық білесің, скажи себе правду. Ты просто замуж хочешь, и все. Просто байға тиіп алғың келеді да, жұрттан қалмайшы. А так, вот сондай да, ол жігіт маған ұнайды, бірақ маған темекі шеккен жігіттер ұнамайды. Ну, что ты тогда с ними ходишь? Не үшін оған сен тұрмысқа шығайын деп жатсың? Темекі шегетін адам, ол шегеді өмір бақи. Пока өзі тастаймын демегенше, ол шегеді. Или мысалы, ата енеммен тұра алмаймын, бірақ бөлек шыға алмаймыз. Давай определись уже. Ақшам жете ма бөлек үй алуға? Шыға алатын жағдайың бар ма? Жоқ, четко біліп тұрсың. Бөлек шыға алмайтыныңды да. Бірақ сен бәрібір бөлек шыққым келеді, бөлек шыққым кетіп өзіңді қинайсың. Шыға алмайсың бөлек. Так что не істеу керек? Давай, уже мына үйдегі қарым-қатынасты жөндеу керек. Уже давай, сен бір крышаның астында, бір шатырдың астында сол кісілермен тұратын болсаң, қарым-қатынасты жөнде. Өйткені конфликт никогда односторонний болмайды. Шапалақ екі қолмен шығады, бір қолмен шапалақ шықпайды. Тек қана үлкен атаң мен енең ғана виноват емес үйдегі конфликтке. Сенің де қатысың бар. Сондықтан да егер сен жақтан кішкене жас адам ретінде, миың істейтін адам ретінде кішкене үлкен кісілерді үлкен реттей алмай, это жөндей алмайсың үлкен кісілерді. А сенде еще шанс бар өзіңді жөндеуге. Поэтому өзіңді жөндесең, да, ситуация изменится. Изменится, өзіңді жөндесең. А так не бывает. Ой, уже определись, шыға алмайтының белгілі ма? Онда все. Жинастыр, лишний әңгімені жинастыр да, давай үйдегі проблеманы шешу керек.
осы ғой бардак. И вот это не хочешь, и вот это не хочешь. Или вот это хочешь, или вот это хочешь, но ничего не можешь деген сияқты. Поэтому нақтылық, определение, соны білу үшін, нені қалайтынды өзіңе түсіндіру керек. Мысалы, жаңағы бөлек шығам деген келіншек. Бөлек шыққым келеді, почему, чтобы что? Чтобы тыныш өмір сүру үшін, да? Ата-анаммен өмір сүре алмаймын, потому что мен онымен тыныш, үйде тыныштық жоқ деген сияқты. Бөлек шығуға ақшаң жоқ па, бірақ сен не қалап тұрсың? Тыныш өмір сүргенді қалап тұрсың. Так, енді мен тыныш өмір сүру үшін не істей аламын? Конкретно менің отбасымда, атамның мінезі мынандай, енемнің мінезі мынандай. Мен қазір не істей аламын? Осының үйдегі өмірім тыныш болу үшін. Қырылып, оларға ақыл үйрету емес, мен не істей аламын? Менің іс-әрекетім қандай? Вот так вот. Вот так вот надо работать. Или былай шық, или былай шық. Вот в состоянии мынандай одновременно екі орындықта отыра алмайсың. Одновременно екі бірдей креслода сен отыра алмайсың. Біреуіне четко отырсаң, уже все. Шаман келе ме істе, шаман келмей ме, басыңды қатырма ол нәрсеге, энергияңды құртпа. Вот в этом разговор. Поэтому нақтылық, жаңағыда айтқандай, нені қалаймын, маған не ұнайды, не нәрсеге шамам келеді деген сияқты сұрақтарға өзің жауап берсең, басында, конечно же, будет порядок. Қиын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, жду комментариев, түсінікті болмаса, жду вопросов. Енемен тұрғым келмейді. Отлично. Қандай варианттарың бар? Я тоже могу сидеть, вот это не хочу. А что ты хочешь? Сол ғой? Что ты не хочешь? Білесің, да, вот. Енемен тұрғым келмейді, ана істегім келмейді. А что ты хочешь? Что ты конкретно хочешь? Не жайлы айтып жатсыздар? Жай әңгіме ғой, басынан көріп аласыздар сосын. Эфир сатаныш, хорошо. Реніштен қалай арылу керек? Өкпе реніш дегеніміз, қыздар, өкпе реніш дегеніміз ол эмоция. Және ол эмоцияны сол өкпелеп тұрған адам ғана сезінеді. Сен мына өмірде сен кімге өкпелесең де, олардың вообще еш жері қисаймайды, мұрты қисаймайды олардың. Но проблема в тебе. Сен сол эмоцияны сезінудесің. Страдаешь ты. Осознанно өзің біліп страдаешь. Потому что сен ренжіген адамдардың түгі кетпейді. Понимаешь? Өз-өзіңді наказываешь. Вот соны түсіну керек, да? Өкпе реніш, это целое, я не знаю, вот столько людей, оның себебі сода, сен сол осознанно, сен сол сезімді сезінгіге, сен кайфуешь. Еще бүйтіп ойлайсың ғой, егер мен вдруг ол адамды кешірсем, ол қайталайды. Не то, что қайталайды, онда әділетсіздік болады. Мен осынша уақыт сонда ренжігенімне нөл болып қала ма сонда? Нет. Дальше ренжим дейсің ғой еще. Вот такой глупостью вы занимаетесь. Қайта көріңіздер, да, эфир сақтаймын, хочу жить отдельно. Ну, пожалуйста, хотите жить отдельно? Не істеу керек. Ол жерде финансовый, қаржылық жағдай болу керек. Одан еще бөлек шығу үшін, елдер ойлайды почему-то, бөлек шығу үшін, бөлек шығатындар обязательно үйлерінен ұрсып шығады деп. Көбісі сөйтіп ойлайды ше. Бөлек шығардың алдында лучше ата-ананың батасын алып, ой, айналайын, қарақтарым, бақытты болыңдар, барған жеріңде көгеріңдер деп шығарып салса, намного легче жить. Даже? Поэтому сол бөлек, әр семья әртүрлі бөлек шығудың жолдарын қарастыру керек. Бәрін өзімізден бастаймыз ғой, всегда. Көргеніме қуаныштымын, мен де қуаныштымын. Өте рахмет бердіңіз, рахмет сізге. Шығудан қорқып жүре бергенше шығып көрген артық екенін түсіндім. Шығып көрсеңіздерші, что в этом такого страшного? Неге адам өз-өзінен жұмыс жасауға келгенде ернет ауырып сондай болады? Оразалиева, ты правильный вопрос задаешь. Жылдар бойы, егер сенің самооценкаң төмен болатын болса, жылдар бойы сен өзіңе претензия, өзіңе деген өкпе ренішің көп болатын болса, саған уже өзіңе қарай беттеуге тебе страшно. Вот свидание с самим собой, оно страшное. Өзің ойлашы, егер сенің өміріңде бір адам бар дейік,
Сен оны постоянно оған көңілің толмайды. То ол ынжық, то ол тағы бірдеңе, то ойдағыдай істемейді. Әйтеуір көңіліңнен шықпайтын адамда жек көресің. Сен оған ренжисің, иә? Сен ол адаммен кездескің келе ма? Бетпе-бет. Кездескің келе ма? Сөйлескің келе ма ол адаммен? Конечно, нет. А ол адам сен ғой. Сен жылдар бойы өзіңе претензия қоясың, өзіңді жөндегің келеді. Егер сен өзің табиғи түрде көп сөйлемейтін, үндемейтін адам болсаң, қалай мен сөйлейтін адам болам? Сен табиғатың может сондай шығар. Нет, болмайды. Елдер сөйлесе, мен де сөйлеуім керек. Өзіңе жылдар бойы претензия қоясың, өзіңе ренжисің, ұрсасың өзіңді, да? Бейшара қылып тастайсың ғой өзіңді іштей. А потом, конечно, у меня бет-бет кездескің келмейді. Тебе не хочется с этим человеком, то есть самим собой встречаться. Тошнит от себя. Поэтому аурасың, поэтому тебя и тошнит. Это нормально. Иногда так бывает. Поэтому, чтобы таких проблем не было, өзіңмен свиданиені, өзіңмен кездесуді, өзіңнің ішіңе үңілуді көп уақытқа созбау керек. Жыл өткен сайын, мысалы жасың уже сөйтіп сен тура сол состояниеде өзіңді жек көру состояниесінде ұзақ жылдар өмір сүрсең, соответственно, өзіңе деген обидаң көбейе береді, өзіңе деген претензия көбейе береді, да? Ол жыл өткен сайын, ол көп болған сайын, онымен жұмыс істеу де қиын. Поэтому пока молоды, пока есть возможность, өздеріңізбен жұмыс істеңіздер. Всегда барлық қорқыныштармен жұмыс істеу керек, өкпе-ренішпен жұмыс істеу керек, самооценкамен жұмыс істеу керек. Я курс для чего делаю? Ой, трансформациясы курс не үшін? Өзіңмен жұмыс үшін. Там мы все темы поднимаем. Пожалуйста, есть возможность, если хотите. В голове много информации, иногда тону в мыслях, да. Слишком басқа информацияға энергия құртасыңдар да, өзім конкретно не қалаймын, маған не ұнайды, не қалаймын деген сұраққа жауап бере алмайсың ғой. Вот соны ойлайыншы, басқа ақпараттарды емес, маған не ұнайды, мен не қалаймын деген нәрсені ойлан да, тап та, соны істе. Мысалы, таңғы асқа сен не жегің келеді? Күнде таңғы асқа не жейсің? Может, просто нан мен май жейтін шығарсың, просто каша жейтін шығарсың, а может, сен вообще таңғы ас жемейтін шығарсың. Да? А ты подумай, таңғы асқа сен не жегің келер еді? Не ұнайды саған? Прям өзіңе тапсырма қылып жазып қой да, ертең азында соны барып алып келе таңғы асыңа іш. Күнде осындай майда шүйде нәрседен өзіңе ұнайтын нәрсені тауып, соны жаса. Пусть сенің миың, пусть твой мозг поймет, что ты умеешь распознавать то, что тебе нравится. Пока миың түсінбегенше, сен андай ірі тақырыптарда сен біле алмайсың, саған не ұнайтын, қайға қарай бару керек деген нәрсені. Это для тебя сложная задача будет. Сен плюспен сен просто есеп шығарғанда алу қосуды үйренбегенше, сен алгебраның, сопроматтың, физиканың есептерін шығарамайсың ғой. Тура сол сияқты қазір элементарно плюс-минустан бастайсың. Мен қандай тамақ жегім келеді, қандай су маған ұнайды, жылы су ма, мұздай су ма? Қандай шай ішкім келеді? И соны жасап, миға тәрбиелеп, үйрету керек. Вот так вот мозг учим. Сөйтіп жайлап, уже более крупный сұрақтарға өте бастайсыңдар. Жалқаулығымды жеңе алмай келемін. Жалқаулық деген нәрсені мен жақсы көремін. Потому что мен жалқаулық дегеніміз не? Ол мидың қарсыласуы. Егер менің миым қарсыласса, значит мен оны істегім келмейді деген сөз. Поэтому я это не делаю. Жалқаулықты жақсы көру керек. Мен түсінбедім басында кашынан қалай арылам, жаман ойлардан қалай арылам. Енді кітаптар тізімі, кітаптарым көп екен. Эфирден кейін қатыстың ба, я не знаю. Эфир сендер үшін ғой, пересмотрите еще раз. Чего вы ленитесь? Енді қайтқан бүкіл эфирді саған түсіндіріп бермеймін ғой. Бәрін өзімізден басталатын түсіндім. Жолдасымнан конкретно ашық сөйлесіп, бәрін айтып, менде өзімнің қателігімді түзеу керек екенін түсіндім. Ой, Венерочка, молодец. Енелеріміз вообще көмектеспейді, это нормально. А не үшін көмектесу керек? Көмектесуге міндетті ма? Қай конституцияда, уголовный кодекста қандай жарлықта жазылған екен? Қазақстан Республикасындағы барлық енелер келіндеріне көмектесу керек деген заң бар ма? По-моему, нет. Нигде там не написано. Енелер келіндеріне көмектесуге міндетті емес. Вообще міндетті деген нәрсе жоқ. Все делается в этом мире по любви. Если она хочет, поможет. Егер сенің подружкаларының енелері көмектессе, значит, это им нравится. А если сенің енең саған көмектеспесе, значит, это ей не нравится. Что ты хочешь ее заставить, что ли? Попробуй заставь. Үлкен кісіні. Жұмысқа тұрғым келеді, бірақ сенімсізбін.
пока тұрмағанша сенімсіз болып жүре бересің. Тұрып көрсе, потом видно будет. Менде тұрмаймын енемен, бірақ Аллаға шүкір тұрмағаныма тек өзімнің отбасым все болды, басқасы копейка екен дейді. Күшті, керемет. Сізді тыңдап біртіндеп өзіме түсініп келемін. Молодцы. Сабақ сақтап қойыңызшы, хорошо. Көп ойланамын, адамдардың ойына тәуелдімін. Көбіне өзімді емес, өзгені ойлаймын. Нұрай, эфир сен үшін. Жаңағы сұрақтарды өзімізге қайталаймыз. Дұрыс айтасыз, олардың мұртында қимылдамайды, босқа өзін қиналады екенсің. Қараңғылықта ауыр сезімде босқа өзін қалады екенсің. Это да. Ақша жинауға кеңесіңізді айтыңызшы. Кеңес айтамайын, потому что мен ақша жинау у меня не получается. Жинай алмаймын ақша. В каком плане жинаймын? Қолымнан келмейді. Мен күйеуім жинайды. Вот күйеуім эфирге шықса, вот можно у него спросить. Рухан мырза, айтыңызшы, сіз ақшаны қалай жинайсыз десем, вот у него можно спросить. У меня нет, мен транжирамын. Қызымды ұрып қоя берем. Ты так говоришь, как будто твоя рука не подчиняется тебе. Ана қол сенікі емес та, сен басқа жаққа тоқтың, қолың сен басқа адам қызымды ұрып жатыр да, қызымды ұрып қоя берем. У тебя рука живет отдельной жизнью. Это не ты, это не твоя рука, да? Сен даже өзіңнің қолыңа деген жауапкершілікті өзіңе аламайсың да. Қолың өзімен өзі өмір сүреді, өзі туалетке барады, өзі тамақ ішеді да, өзі сенің қызыңды ұрады, а ты ни при чем. Очнитесь, қыздар. Так. Не дейді, сәлеметсіз бе, адамның сезімін жараланып қалса қатты реніштен ол адам дейді. До конца жазыңыздаршы. Добрый вечер, мне 40 лет, но я не хочу замуж. Была там со мной что-то не так, значит, да, это нормально, да? Вы знаете, ненормально, Айгерім, ненормально спрашивать у других людей, что такое нормально. Әр адам эксклюзив, әр адам тұлға болғандықтан, әр адамның өзінің нормасы бар да? Әркімге әртүрлі норма. Біреуге қайтадан күйеуге тию норма. Біреуге норма емес, поэтому, Айгерім, вопрос к тебе. Для тебя норма или нет? Или ты все-таки будешь оглядываться на других? Онда Қазақстандағы бүкіл қыржасар әйелдердің бәрінен сұрап шығайық. Қалай ойлайсыңдар? Норма ма, норма емес па? Қалай ойлайсыңдар? Вот 40, вот қанша, 40-та Қазақстанда қанша әйел бар? Или бүкіл әлемде жасы 40-та қаншама әйелдер бар? Әрқайсысының нормасы әртүрлі. Соответственно, сен өзің туралы нормаң болмаса, онда ты когда своей жизнью, своими мозгами будешь жить, если тебе уже 40? Соңғы кезде күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді түсінбей жүрміз. Онымен ұрысқым келмейді, ол маған тиісіп жүреді, үндемей құтылсам, сонда да нервыма тиіп тұрады. Индира, твоя проблема в том, что сен күйеуіңмен дұрыстап сөйлесе алмайсың. Ойыңды айта алмайсың. Дорогой муж, маған сенің осындай не істегенің маған ұнамайды. Нет, мен сені жек көріп тұрған жоқпын. Нормально, я тебя люблю так же, я тебя люблю так же. Ничего не изменилось. Просто мынау қылығың маған кішкене ұнамайды. Давай это скорректируем. Я хочу с тобой жить нормально, мирно деп ауызбен. Вот ауыз не үшін берілген? Тамақ жеу үшін ғана емес. Ауыз ішіңдегіні дұрыс жеткізу үшін берілген. Ртом. Да, ртом говорим то, что не үндемей жүрдім. Вы что, хотите быть героями? Бәрің айтырғанда, не, мать Тереза такая страдальца болғым деді. Мен мақтаса екен, мен үндемей жүрсем, мен күшті келіншек болам, күшті әйел болам, мен мақтаса екен деп жүресіңдер ғой. Да? А потом еще хуже. Может, он просто хочет общаться с тобой. Реально ішіндегі білгісі келетін шығар. А сен үндемейсің ғой. Такая герой. Айтпаймын. Айтпасаң так же будет. Так же надо говорить: дорогой муж, я думаю, что это вот так-то. Бұл мен көңіліме тиеді. Ты можешь это не повторять больше? И все? Сложно, что ли? Не сложно. Например, мен бөлек тұрғым келсе, но родителям удобно с нами. Как быть? Разговаривать с родителями? Надо сказать: дорогие родители, я понимаю, что вам со мной удобно, но я бы хотела пожить отдельно. Ртом. Сөйлейміз. Ауыз сөйлеуге берілген, не только тамақ жеуге. Сөйлеуге, ойыңды жеткізуге. Не эмоционально, нормально. Адамский немен. Мен жақсы көрем сені. Мам, пап, мен сендерді жақсы көрем. Так же люблю, уважаю. Бірақ мен кішкене бөлек тұрғым келеді. Өзім көрейші, мен как үлкен ересек адам ретінде. Давай попробуем. Не получится, обратно сойдемся деген сияқты, да? Сөйлесуге болады ғой? Вот. Почему нет? Ну, вы не хотите. Так.
Давайте внизу посмотрим, что там у вас творится. Күйеумен қалай жақсы сөйлесуге болады? Айзада айттым ғой жаңа. Серьезный отношениеден қорқамын. Неден ол? Мен білмеймін. Арай, мен сен ішін кіріп шыққан жоқпын. Давай, Арай, сен өзіңнен сұрайсың. Так, Арай, вот так вот сядь, разговаривай сама с собой. Арай, өзіңе, мен неге, вот скажи, мен неге серьезный отношениеден қорқамын? Серьезный отношениеде мені не нәрсе қорқытады? Вдруг күйеуге тиіп кетемін деп қорқасың ба? Или что? Ол маған тиісіп қояды деп қорқасың ба? Байқамай тұрғанда жатып қоямын деп қорқасың ба? Я не знаю, что у тебя в голове, Арай, я тебя не знаю. Вот сама с собой разговаривай. Сақтаймын. Айтып түсіндірсең де түсінбесең ше не істейміз? Жылы сөйлесең, жылан інінен шығады. Айтқан сөзің может түсініксіз шығар. Кішкене сөздеріңді өзгертіп, эмоцияңды өзгертіп сөйлессең, любой адам түсінеді. Түсінбейді, даже бала түсінеді. Баланы ұрмай ауызбен кішкене, сәл кішкене өзің андай набраться терпение, не спеши, кішкене сабырмен, дұрыс эмоциямен, дұрыс ойыңды жеткізу арқылы айтсаң, түсінеді. Сосын кез келген әңгімеде надо говорить от себя. Ботақан. Надо говорить от себя. Айтып түсіндіру деген сенің ойынша мынандай шығар. Вот сен постоянно носкиді спальняға қалдырып кете бересің. Неужели носкиді ваннаға барып тастауға болмайды? Ну сен постоянно сөйтесің, постоянно кілтті жоғалтасың, сен постоянно. Если такой разговор, ол даже если сен оны жайсың да, сен носкиді постоянно ваннаға қалдырмайсың да, постоянно спальняға қалдырасың. Неге десең, ол түсінбейді, ол әңгіме жақпайды. Надо говорить от себя. Боташ. Не ғой жан, маған кішкене неудобно бар ғой, ана спальняда постоянно мен күштіғып бір реттеп қоямын, бірақ сен носки қалдырып кетесің да, маған сенің носки қалдырғаның ұнамайды. Тебе же не трудно, можно ты будешь оставлять в ванной? Кірген кезде сразу ваннаға кіресің, шешіп кетесің. И все, деген сияқты. Можно же? Когда ты говоришь от себя, маған кішкене ыңғайсыз, өйткені мен үйді жинап қойдым, полды жуып қойдым деген сияқты да. Өзіңнің отношениең, өзіңнің сезімдеріңді айтсаң, такого разговора, вы же все обычно любите обвинять. Сен мынандайсың, сосын сен мынандайсың. А сен ше? Вот, ойынды айтсаң, ештеме түсінбесе, айта алмайсың деген сөз. Да? Анау айтады ғой, мынандай күшті сөз бар ғой, жігіттен айтатыны. Сынбайтын қыз жоқ, сындырамайтын жігіт бар дегендей, тура сол сияқты. Түсінбейтін адам жоқ, түсіндіре алмайтын адам бар. Поэтому перестаньте жаловаться. Мені көлік қақ кетті, бағдаршамнан өтіп бара жатып, қаққан адам еміме көмек береді. Басында емдеп беремін деп еді, 5 ай болды. Менде стресс не... Получается, көмек бермей қой, да? Ну, сама как-то теперь, что ты другого человека заставишь? Или в суды иди, в суд подавай. Надо же что-то делать. И что, сидеть обижаться, что ли? Онда отыр, ренжіп, онда отыр. Ну, с кем не бывает. Наоборот, осы жағдайда аман есен қалғаныңа қуанудың орнына ты стрессуешь. Жаным қалды ғой, өмірің қалды ғой өзіңде. Ой, ана маған ақша бермеді, мен қақ кетті да. Өліп қалсаң не болатын еді? Бала-шағаң жетім қалып. Ана жақсылыққа қуануды білмейсіңдер ғой, в общем. Бәрін дорогие деп бастап. Ну, Камшат, я так говорю. Ты можешь какие-то свои слова делать. Так, идем вниз. Шашын заден болып тұр. Рахмет. Рахметы. Внутренний конфликт қалай шешуге болады? Опять-таки, внутренний конфликтті шешу үшін, опять-таки, отвечаем на вопрос, что тебе нравится, а что тебе не нравится, что ты хочешь, что ты не хочешь. Очень просто. Внутренний конфликтті шешу. Кез келген конфликт сонымен шешесің. Өтінішін, бірақ просьба носки қалдырмашы депсіп. Так.
менде проблема, оказывается. Инстаграм мен блог жүргізгеннен бастап бұзыла бастаған екен, потому что мен үйге де балаға да жолдасымды внимание бөлмей кеткен екенмін. Уақыттың бәрін инстада өткіземін. Ну, мен де уақыттың бәрін инстада өткіземін, ребят. Те, кто... Любой блогердан сұрашы, бәрінің уақыты телефонда өтеді. Любойның уақыты телефонда өтеді. Это нормально. Потому что это твоя работа. 8 сағат, сен басқа жұмыста істейтін болсаң, 6, 7, 8 сағат уақытың кетеді ғой. Ол ана блогерство деген өз-өзіме жұмыс істеймін да. Менде бастық жоқ, свободный адаммын деген, это, конечно, өтірік, потому что сен блогер болған кезде, сенде 300 мың подписчик болатын болса, как біздің парақшадағыдай 310 мың подписчик бар. Значит, бізде 310 мың бастық бар деген сөз. Біз солардың бәрін көңілін табуымыз керек. Понимаешь, блогерство это такая работа, блогер қыздар өтірік айтқызбайды. Вот спросите любого блогера. Бәрі ойлайды да, блогерлердің бәрі андай свободный жүрген, машинада жүрген, қыдырып жүрген, бір 15 секундтық видео түсірсе, ойлайды да, мына блогерлердің бәрі дым істемей жүріп, босқа воздух гоняет, әңгіме айтып, ырбиып сторис түсіріп, ақша табады. Біздер деген азынан кешке шейін пашам, ақшам жоқ деп ойлайсыңдар да. Нет, блогер работает, столько же отрабатывает, чтобы так кайфовать, они так отрабатывают. Оларда қанша мың подписчик болса, сонша мың бастығы бар. Поэтому не надо обольщаться. Это нормально. Егер сен блогерлық профессияны таңдасаң, блогерлық профессия таңдасаң, онда будь готова. Это 24 сағаттық жұмыс практически. Түнде дайректі қарайсың, сұрақтарға жауап бересің. Оңай емес, ол жұмыс кәдімгідей. Поэтому как бы вот так. Мама психологын таптым дейді. Ойбай, Әйгерім. Ты про меня? Спасибо. Шашында дейін болып тұр, рахмет. Жұмыста тұрақтап істемей еріншектік пе? Өзімнен сұрау керек та ол жерде. Сенікі ол не? Действительно жұмыс саған ұнамай ма? Или сен жұмысынан не аласың ба? Ой, ұят сияқты мынандай жұмыс істеп жүрген. Қой, онда тез бастық болатын бір жұмыс тауып алайын деген сияқты ой ма? Пока сен конкретно өзіңнің жаның сүйетін жұмысың таппағанша, мне кажется, человек будет всегда искать. А в поиске нет ничего плохого. Іздегеннен ешқандай жамандық жоқ, это нормально. Так. Армандарын орындалу туралы айтыңызшы. Офтальмолог. Көз доктор ма? Армандар, мен ойлаймын, армандар всегда орындалады, егер арман сенікі болса. Сенікі емес, андай өтірік арман болса, крутой болышын ше, бәрі, вау! Офтальмолог өзінің жеке клиникасын ашып апты. Там, или что там. Офтальмолог деген, Монте-Карлода демалып жатыр екен. Офтальмолог деген Lexus 570 алып апты деген. Если сондай армандар болатын болса, если ты такие арманы хочешь, чтобы все вау дейтіндей, онда ол сенің арманың емес, и вряд ли ол орындалады. Так. 5000 теңгелік курсыңыз қашан өтті? 5000 теңгелік курс 24-не басталады, қыздар. Ми-фитнес. Ұнамаған жұмысқа бара жатырмын, ақшасын и графигін ғайлекен дейді. Енеме темекісін тастауынан не деп айтуға болады? Бақалек, енең сенің жасы примерно 50-ден үлкен ғой. Ол сенен қанша жас үлкен? Он 50 жыл, кем дегенде 50 жыл өмірлік опыты бар. Может, ты не будешь ее перевоспитывать? Может, ты не будешь пытаться перевоспитывать человека, которому уже больше 50 лет? Біреуге қандай болу керек екенін үйреткісі келу, вот это жаман тәрбие. Вот себя перевоспитывай. Себя перевоспитай. Ол өзі біледі ғой, өзінің денсаулығы. Тебе это каким боком? Свою жизнь живи. Ой трансформациясының бағасы қанша? Менің ой трансформациясы курсымның бағасы 25.000 теңге. Өткен апта 12-сінде басталды. Пока бір ғана тақырып өтті, қорқыныштар туралы. 1,5 сағаттық эфир болды, по-моему, да. Отзывы прям классные, мне нравится. Мен өзіме қорқыныштар туралы тақырып өте ұнайды. Өйткені мен өзім қорқыныштармен жұмыс істеуге әжептәуір уақыт құртқан адаммын. Поэтому өзімнің опытыммен бөлістім, өзімнің инсайттарыммен, біліміммен бөлістім. Бүгінгі тақырыпта біз
өзіңді басқарып, өміріңді басқаруды үйренеміз. Курс әлі де 2 апта болады және 2 ай сақталады. Барлық тақырып өкпе реніш. Өкпе реніштен құтылу емес, қалай өкпелемей өмір сүруге болады. Самооценка дегеніміз не, оны көтеру үшін біз не істеуіміз керек? Ақша мәселесі, кредит. Кредит деген не? Неге кредитті алмау керек? Кредит сенің психологиялық өміріңе, вообще сенің жаныңа қалай зиян келтіреді? Об этом, обо всем мы поговорим. Это лучший курс, который вообще есть. Мой курс, он самый лучший курс. Поэтому приходите, жду вас. Так, маған саудамен айналысқан ұнайды, мен медикпін. Ой, классно, Жалдыбекова. Медик еще саудамен айналысатын болса, екеуін бірге қосқанда, это классная частная медицина будет. Частный медицинский. Вот не өзің частный медицинамен егер жаңағыдай конкретно адамдармен жұмыс істеген келсе, немесе өзің медициналық услугаларды сату арқылы ақша табуға болады. Өйткені сен уже медиксің да, это же классно же. Так. Қалай өз ойымызды еркін еш қысылмай жеткізуді үйренсек болады? Қалай? Айту арқылы. Понимаешь? Мысалға да, ораторский курс бәріне барасың, оның бәрі пайдалы. Курстың бәрін оқып өтесің да, оқып өткеніңмен, сен өмірде оны қолданбағанымен, сенде опыт, опять-таки, сен тәжірибе, сенде не появится, болмайды. Сөйлеп үйрену үшін, ойыңды айтып үйрену үшін айту керексің да. Қорқып, сәл дауысың шықпай айтсаң да, айту керексің да. Не ғой мен сөйтіп ойлаймын деген сияқты. Бірінші рет айтасың, кішкене ұнамайды. Екінші рет айтасың, кішкене ұнамайды. Сосын айтып үйренесің. Айтып, уже появится, ол да бір тренировка ғой. Так что просто так диванда отырып алып, ораторский курстарға қатысып алып, техникалардың бәрін біліп алғанмен, бәрібір аузыңа құм құйғанда үндемей отырғаннан ешқандай пайда жоқ. Нужно делать. Так, Мифитнес 24-не басталады, бағасы 5000 теңге. Мифитнесте біз өзіміздің миымызды тәрбиелейміз. Не нәрсеге? Как раз таки өзіңе ұнайтын нәрсені жасау арқылы біз дофамин бөлеміз, дофамин беруді үйренеміз, және стресстен кетуге, соның бәріне будем тренироваться 15 күн. 15 күн болғанда 15 күн бойы эфир болмайды. Каждые 5 дней будет видеоинструкция, қалай жұмыс істеу керек екенін түсіндірем. В чате будем вместе сидеть. Классная техника. Мифитнеске қатысқан қыздардың көбісі уже мифитнестің майын ішіп алған, уже мақсаттарды орындау, уже это не проблема. Поэтому бизнес ашып жатыр ма, үй алып жатыр ма, қыдырып жатыр ма, короче, они там таких хороших целей добиваются. Мне очень нравится. Молодцы. Адамды қалай кешіруге болады? Бұл өмірде адам жоқ болса. Есекенова, реніш, өкпе реніш. Я же говорю, өкпелеген адамның, өкпе реніш ол тек қана эмоция. И ол эмоцияны өкпелеген адам ғана сезеді. Сен өкпелеген адам өлді ма, бар ма, тірі ма, шетелде ма, жердің астында ма, үстінде ма, неважно. Ол эмоция сенің ғана қаныңды ішетін эмоция. Поэтому всегда өкпе реніш деген нәрсе ол өзіңмен жұмыс. Ко мне на курс приходите. Так, ішетін адамға қалай түсіндіруге болады? Нені? Өзіңізге ұнаған сұраққа ғана жауап бересіз. Мен айналдырып. Қай сұрақ көзіме түседі, соған жауап беремін. И вообще, Жансая Кода, это мой эфир. Я отвечаю, я делаю то, что я хочу. Менің эфирім. Понимаешь? Сен менің эфиріма келіп, бүйтіп істеген, дұрыс емес, деген әңгіме айта алмайсың. Бұл менің эфирім. Если не нравится, можете уходить. Мен де мифитнеске қош, Роза дейді. Қыздарға жасайын. Егер жігітімнің, не дейді? Егер жігітімнің әкесі, болашақ атам десе, әйелін ұрады, менің соған нервім ұстайды, не істесем болады, қалай ойлайсыз? Жігітімнің әкесі әйелін ұрады. Вам делать нечего, да, Құндыз? Істейтін жұмысың жоқ па? Жігітіңнің әке шешесі өздерімен өздері қырылып жатса, тебя это каким боком касается? Күйеу маған сенбейді, ісіне сөзіне қарым қатынасынан білем.
оның ойын қалай өзгертуге болады? Разговаривать. О, арайка, надо разговаривать. Сен мысалға да, сен сөйтіп сезем дейсің да? А может ондай емес шығар, может ана айтады қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Может сен это напридумала, может ондай емес шығар. Сөйлесіп көрсей? Сөйлесіп көр, надо ртом разговаривать. Сенің істеріңнен, қылықтарыңнан мен сондайды сезем. Сен действительно маған сенбейсің ба деп сұра. Иә деп айтса, сосын сөйлесесің. Неге сенбейсің? Не істеуге болады? Сен сенбейтін ештеңе істеп жатқан жоқпын деп сөйлесу керек. Не у меня спрашивать, а с мужем разговаривать. Ми фитнеске қалай қатысуға болады? Қыздар, жазамыз, дайректке жазамыз. Қылықта әйел курсы қай уақыттарда болады, сағат қаншада? Қыздар, қылықта әйел курсы айдың соңында запись. Уақыттар ыңғайлы, расписание кесте бәрі беріледі. Ой, мына жерде пысық қыздарым мен жазып жатырмын. Ми фитнес курсы 5000 теңге, тіркелу үшін мынандай нөмірге жазасыңдар. Ерте тұрмыс құрған дұрыс деп ойлайсыз ба? Әркім өзі шешкен дұрыс деп ойлаймын. Мен де қатысқым келеді, давайте. Байлық туралы айтыңызшы, байлық туралы айтам. Байлық туралы, более того, қыздар, мен деген қазір қаржылық, жеке қаржы деген, қаржылық сауаттылық және жеке қаржы деген курс болады. Және мен ол курсты профессиональный, именно қаржы саласында өмір бойы жұмыс істеген адаммен бірлесіп жасаймын. Просто сейчас материалы готовим, это долго, но там все будет. И про байлық, и про деньги, все. Енді мен байлық туралы не просто психологиялық тұрғыдан, енді и қаржылық тұрғыдан, это вообще, это будет уже айтқаннан кейін жақсылап тұрып майын шығарып айту керек, да? Поэтому это курс будет конкретно, вот профессиональный курс, там и психология, там и инструменты, вот такой вот бомбу готовлю вам. Қалай энергично сөйлеуге болады? Вот если энергично сөйлегің келсе, сөйлей аласың. Егер қатты сөйлегің келсе, сен сөйлей аласың. А если просто біреуге энергично сөйлеген біреуге қырсы, кішкентай, мен де сөйтіп сөйлесем болады деп, бірақ өзің ешқандай әрекет істемесең, сөйлеп көрсе бірінші, может действительно энергично сөйлейтін шығарсың, а может и нет. Ақшаға қарап таңдаған дұрыс па, жігіттің или бірге өскен дұрыс па? Жігіттің ақшасына қарап тұрмысқа шықсам, онда сен оның ақшасынан шығасың. И сен оған тигеннен кейін ойыңда отбасы емес, ойыңда постоянно ақша болады. Так, бұның байлығы таусылып қалмай ма? Маған ақша берей ма? Жоқ, бермей ма? Ақша біздің үйде бола ма, болмай ма? Все, сен ақшаға тұрмысқа шығасың да? Менің ойымша. Вообще, жігітке бірге өсіп, сонда сен тұрмысқа сонда тек қана баю үшін, ақша табу үшін шығасың ба? А где любовь? Что за вопрос? Так, тұрмысқа жігітке ақшасына қарап шығу керек па? Или, білмеймін, бір кедей жігітке тиюге болады, бірақ ертең бірге өсеміз деген сияқты. Сонда сен бүкіл мақсатың лишь бы баю ма? Вот андай ми қандай жұмыс істейді, сен не да? То есть сенің ойың әйтеуір бір дүние жинау, әйтеуір ақша жинау ма, сондай бір нәрсе болып тұр ғой енді. Я так думаю. Потому что сұрағың сондай. А любовь? Надо выходить за любимого человека. Вот сен жаңағыдай шарт қоймайтын за любимого человека. Ол жігітті мен жақсы көрем, маған ұнайды, бірақ оның маған темекі тартқаны ұнамайды деген әңгіме, ол өтірік әңгіме. Ол саған ұнамайды на самом деле, сен просто байға тегін келді. Все. Тут там вопрос, ты не можешь, вот это четко уже все. Так. Көшшәл толық ақпарат. Роза ханым, энергиям таусылып шаршап жүрген сияқтымын, ештеңеге зауқым жоқ, не істесем болады? Ну, наверное, отдыхать надо, Анар. Анарбекова Анар. Кішкене демалу керек, өзіңе демалыс беру керек, да? Подумать, что я хочу, почему я устала, неден шаршадым, өмірімде не өзгерткім келеді. Надо с собой разговаривать. Чего меня спрашиваете? Мен сені танымаймын ғой, Анарбекова Анар. Атыңнан басқа ештеңені білмеймін. Қайдан білемін сен не үшін шаршап жүргеніңді? Жаным, подумай, ответь на себя. Может, сен өміріңде действительно өзіңе ұнамайтын нәрсені көп істейтін шығарсың. Егер солай болатын болса, онда сен постоянно шаршап жүресің. Вот это проблема. Қой, қыздар, что-то я засиделась. Әлі жоқ, енеден қорқып тұрмысқа шықпай жүрмін.
не істеу қажет, это нехорошо. Алия, смотри, во-первых, весь эфир мы говорили о том, как нужно думать. Во-вторых, конкретно қорқыныштар туралы менің курсымда 1,5 сағаттық эфир бар. Приходите. Роза ханым, бала көтеруге байланысты ойды қалай жіберуге болады? Сен тек қана балалы болсам ғана бақытты болам деп ойлайсың да? Балам болмаса мен бақытты болмаймын ешқашан деп ойлайсың. Адам всегда бақытты болғысы келеді. Поэтому сенің ойың постоянно бала туралы. Егер сен тұлға ретінде, адам ретінде өзіңмен өзің бақытты болатыныңа сенсең, я думаю, у тебя все хорошо будет. Так, қыздар, эфирді сақтаймын. Всем спасибо. Жеке қабылдамаймын. Жеке қабылдау стоит очень дорого. Поэтому лучше приходите на курсы. Курстарға қатысу тиімдірек. Өйткені мен жеке қабылдауым сағатына 100 000 теңге. Ал курсқа келсеңдер 25 000 теңге. Поэтому курста мен өзім отырамын чатта. Мы всегда можем пообщаться. Эфирде именно саған қызықтыратын тақырыптарды талқылаймыз. Выгоднее всего приходить на мои курсы. Сау болыңыздар, қыздар. Пока!